Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Бүгін сіздерге алмұрт жайында айтатын боламыз. Алмұрт жемісінің бойында 60-тан артық пайдалы заттар болады екен. Пайдалы элементтер болады екен. 20-дан артық витаминдер болады екен. Көптеген ауруларға ем болады екен. Соның ішінде мынау тамырларға байланысты, қан тамырларына байланысты, қан тамырларының ішінде жүрек қан тамырларына байланысты пайдалары өте көп болатынын ғылыми түрде біздің ғалымдарымыз қазіргі заманның дәлелдеген екен. Біздің заманымызға дейін де осы алмұртпен емделу мәселесі өте қатты қолға алынған екен. Қытай елдерінде, басқа елдерде осы алмұрттың қабығын қайнатып ішу, алмұрттың жапырағын қайнатып ішіп емделу деген нәрселер өте көп таралған дүние екен. Енді қазір білесіздер, медицинада дәрісі жоқ бір ауру бар. Бұл простатит деген ауру. Осы простатит ауруының бірден бір емі осы алмұрттың жапырағын қайнатып ішу екен. Және қазір білесіздер, адамдардың бүйрегіне, өттеріне, қуықтарына тас жиналады. Сол тастарды шығаратын бірден бір дәрумен осы алмұрт ағашының жапырағы болып табылады екен. Алмұрт ағашының жапырағы кәдімгі біздің өзіміздің Алматыда өскен жабайы алмұрттың жапырағы. Бұл осыны алып, осы тұрған 5-6 жапырақты 1-2 литрлік суға 1 минут қайнатсаңыздар жетеді. 1 минуттан кейін өзі осындай жаңағыдай тұнба болып шығады екен. Күніге осындай бір кеседен 3 рет ішсе, сол жеткілікті екен. Мен өзім таңертең, түсте, кешке 3 рет ішіп жатырмын. Енді дәмі шамалы кермек болады екен, бірақ андай бір шөптің дәміндей бір ащы, сондай жаман дәм емес. Қант қосып кішкене баптап ішсе, өте тамаша компот сияқты болады екен. Міне, құрметті ағайын туғандар, жаңағы давление дейді, жаңағы жүректегі тамырлардың дұрыс қан айдамауы, жүрек қан тамырларының қызметінің бұзылуы, жалпы қанның айланымының циркуляциясының бұзылуына осы алмұрттың жапырағы бірден бір жақсы ем екен. Бізден басқа халықтар бұл нәрсені баяғыдан пайдаланады екен. Енді бұның ішінде қандай дәрумендер бар екенін, қандай витаминдер бар екенін мен сіздердің уақыттарыңызды алып айтып отырмайын. Сондықтан осы видеоның астына сол нәрселерді жазып кетемін. Описанияға соны оқып өздеріңіз қарасаңыздар болады. Тағы да айтамын, простатит ауруының бірден бір емі екен. Ауырып қалған кезде емес, ауырмай жүріп, сау жүрген кезде осы нәрсені ішіп отыру керек. Өтке, бүйрекке, қуыққа жиналған тасты шығарады екен. Ол да әбден бүйрекке, қуыққа тас толып алғаннан кейін емес, сау кезде адам баласы осыны ішіп жүру керек. Сонда бүйрекке, қуыққа тас жиналмайды екен. Бірінші білесіздер, бүйрек болсын, қуық болсын, бірінші тас болып сразу жиналмайды ол. Бірінші кішкентай ұсақ топырақ болып жиналады. Кейін ол тасқа айналады. Сол себептен осы бұрын дәрі ішіп соны сақтанып жүргенбіз. Енді қазір осы дәрінің барлығысын жинап қойып, осы алмұрттың жапырағын ішуге кірістік. Алла тағала баршаларыңызға шипасын берсін, ем болсын. Бізге лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Алла жазса, келесі видеоларда тағы да пайдалы дүниелерді сіздерге ұсынатын боламыз.